Бәріңе сәлем достар, кино жолы арнасының кезекті видеосына қош келдіңіздер. Бүгін сіздер 2015 жылы шыққан «Зараженная» фильмінің қысқаша шолуын көресіздер. Мэгги Фогель есімді қыз әкесінің сөздерін тыңдамай фермадан шығып қалаға келді. Кейіннен осы ісі үшін өкінді, өйткені адамдарды зомбиге айналдыратын вируске байланысты қалада коменданттық сағат болды. Планетаның көп бөлігі қазірдің өзінде осы ауруды жұқтырған. Зомбиге айналуы бірден емес, белгілі бір уақыт аралығында болады. Мэгги қалада жүріп вирусты жұқтыртты. Кейін оны әскерилер ұстап алып ауруханаға жеткізді. Уэйд Фогель есімді ер адам қызын апталап іздеген. Ол оқиғаны білген бойда дереу ауруханаға жетеді. Дәрігер Мэггидің ауыр инъекциялары бар екенін айтты, бірақ олар оны біраз уақытқа дейін үйіне жіберуге дайын. Оның үстіне әкесінің Вернер есімді дәрігер досы бар. Ол бұл мәселелерді жергілікті дәрігерлермен келіскен. Олар бұл ауру туралы көп біледі, бірақ әзірге науқастарды қалай емдеуді ешкім білмейді. Қызы үшін карантин уақыты 8 апта болды. Осы уақыт ішінде ол қоштасып үлгеруі керек. Ақыры Уэйд қызын кездестіріп құшақтайды. Үйге қайтып келе жатқанда олар жанармай құю станциясына тоқтап, сатушыны іздеп жүрген Уэйд оған шабуыл жасаған зомбиге тап болды. Ер адам жұқтырған адамды өлтіріп, қызына көлікке отыруды бұйырады. Кейін олар жолын жалғастырды. Уэйд Мэггиді үйіне әкеледі. Оны қыздың өгей шешесі Кэролин, сондай-ақ кіші сіңілісі Молли мен және кіші інісі Бобби қарсы алады. Балалардың қауіпсіздігі үшін олар Мэггидің жағдайы шешілгенше оларды тәтелеріне жіберуді ұйғарады. Кетер алдында Бобби әпкесімен сөйлесуге барады. Ол мектепте көптеген таныстары ауруды жұқтыртқанын және олар Мэгги сияқты өлуге лайық емес екенін жеткізді. Бала оны қатты сағынғанын және онымен бәрі жақсы болатынына үміттенетінін айтты. Келесі күні Кэролин жұқтырғандар туралы жаңалықтарды тыңдайды, ал Мэгги әткеншекте тербеліп жүр. Кенеттен қыз құлап ауыр жарақат алады. Қара қанды көрген Мэгги пышақты алып өз саусағын кесіп орманға жүгіреді. Ол жерде жұқтыртқандарды кездестіреді. Әкесі оны қуып жетіп, Нейтан есімді зомбиді және оның қызы Джулияны көреді. Уэйд олардың енді адам емес екенін түсінеді де, оларды өлтіруге бел буады. Мэгги қарауға шыдай алмай үйіне жүгірді. Кешке Рэй есімді шериф оқиғаның мән-жайын білу үшін серіктесімен бірге келді. Ол Джулияның анасы Бонни оларды үйде жасырып, күйеуі мен қызының жұқтырғанын ешкімге айтпағанын айтты. Ол оларды карантинге апаруы керек еді, бірақ қазір тым кеш, ал Боннидің өзі жоқ болып кеткен. Шериф мәйіттерді таңертең әкетеміз дейді, ал кетер алдында Мэгги туралы сөз қозғайды. Уэйд қызым үшін соңына дейін күресемін және оны ешкімге бермеймін дейді. Кешке Уэйд Кэролинге Нейтан мен Джулияны өлтірмес бұрын олардың көздерінен бірдеңені көргенін, не болып жатқанын түсінгендей сезімін жеткізді. Олар бір уақыттай ойланып, істеген ісі қате деді. Бірақ әйелі оларды енді адам емес екен деп күйеуін қолдады. Сол түні олардың фермасына Бонни келді. Оның айтуынша Джулия ауруды жұқтырғаннан кейін Нейтан онымен бірге бөлмеге қамалып есікті қайта ашпаған. Бонни Уэйд оларды өлтірген жерді көрсетуді өтінді. Ер адам оны орманға алып барды және оған бір сәтке әйел оны атып тастағысы келетіндей сезімде болды. Бірақ әйел денелердің үстіне еңкейіп жылай бастады. Келесі күні полиция келіп Бонниді алып кетті және Уэйдтің үйіне карантин белгісін қойды. Таңертең Уэйд пен Мэгги дәрігерге барды. Ол оның тістеген жерін және кесілген саусақтарын тексерді. Дәрігердің айтуынша Мэггидің демікпесі жойылған, өкпесі таза, жүрек соғысы өте күшті. Бұл өте жақсы белгі. Мэггиді таңып жатқанда дәрігер Уэйдке оның 3 нұсқасы бар екенін айтты. Бірінші нұсқа Мэггиді карантинге апаруы керек, бірақ онда жұқтырғандардың қалай емделетінін біліп, Уэйд бірден бас тартады. Екінші нұсқа карантинде берілетін дәріні қолдану, бірақ олар қатты ауырсынуды тудырады дейді. Үшінші нұсқа уақыты келгенде қызды өлтіру. Уэйд өзінің соңғы күндерінде Мэггиге жақындауға шешім қабылдады және олар көп сөйлесе бастады. Кешкі ас үстінде олар Кэролиннің тамағын мазақ етеді. Ал кешке Уэйд көлікке қызмет көрсетіп жатқанда қызына қайтыс болған анасымен қалай кездескенін жеткізді. Ол ақылды, әдемі және Уэйдтің мүмкіндігінше көп кітап оқығанын қалайтын. Өйткені ол нағыз кітап құмар еді. Кез келген соққыға ол екі есе жауап беретін. Және Мэгги де анасының көп қасиеттерін сіңірген. Түнде Мэгги қорқынышты түстерден оянды. Ол тістеген жеріндегі қолының шіри бастағанын және ауру тез дамып жатқанын байқайды. Келесі күні Элли есімді құрбысы келіп, оны кешке шақырады. Мэгги алдымен бас тартты. Бірақ ол Трент есімді ауру жұқтырған жігітте болатынын білген соң келіседі. Кетпес бұрын Кэролин Мэггиге анасының алқасын береді. Ол оны тауып жөндеген. Мэгги оған рахметін айтып, демалуға жүрді. Кеште Мейсон есімді жігіт Бонниді билікке қызы мен күйеуі туралы айтпағаны үшін айыптайды. Трент оған әйелде басқа амал болмағанын жеткізді.
Ол олардың карантинде болғанын қаламады. Шынында, сол жерде жұмыс істейтін ағасының әңгімесіне қарағанда, ол жерге кеткендерді қорқынышты өлім күтіп тұр. Тренттің айтуынша, ол жерде адамдарды бір шұңқырға тастап, олар бір-бірін жей бастайды. Жігіт өзін-өзі атып тастағаны дұрыс екенін айтады, және ол бұған дайын болды. Біраз уақыттан кейін ол ауруды қалай жұқтыртқаны туралы Мэггиге айтады. Бірде ол әкесінің сырасын ішіп, жаза ретінде жұқтырған әпкесімен бірге далаға жұмысқа жіберілді. Кенеттен әпкесі қатты ауырып қалды, ал Трент бұл уақытта әкесіне телефон шалған. Кейін әпкесі оны тістеп алды. Жігіт әпкесінің көзінен өкініш көргенін, бірақ ол өзін ұстай алмағанын айтады. Сол кезде әкесі жүгіріп келіп, қызды атып тастады. Осы қорқынышты оқиғадан кейін Мэгги бұрынғы қарым-қатынастары үшін кешірім сұрап, олар сүйісе бастады. Таңертең қыз үйіне қайтып, құрбысын қайта көрмейтінін түсініп, Эллимен қоштасады. Мэггидің көздеріндегі түсі жоғалып кетті, және ол да ет иісін сезе бастады. Сондықтан да Кэролин де өз өмірі үшін алаңдауда. Біраз уақыттан кейін Трент Мэггиге қоңырау шалып, оны үйіне келуін сұрайды. Қыз келген кезде жігіттің бөлмеге қамалып шығудан бас тартқанын білді. Өйткені полиция оны іздеп келіп, карантинге апаруы керек. Мэгги жігіттің көңілін көтеруге тырысады. Бірақ көп ұзамай полиция келіп, бөлмеге кіріп, жігітті өзімен бірге алып кетеді. Әкесі сол жерде көмектесер деген үмітпен қарап тұрды. Үйге қайтып келе жатқан Мэгги орманнан біртүрлі дыбыстар естиді. Сол жерден тұзаққа түскен түлкіні тауып алады. Кенет ол қанға деген шөлді сезініп, үрей мен қыз аузы қанды күйде үйіне оралады. Уэйн оның есін жиғызуға тырысады. Кэролин оған оны да карантинге қою уақыты келгенін түсіндіреді. Әкесі жаралы жануарды өлтіру үшін орманға барады. Үйге қайтып келгенде Кэролин Уэйдке қызын беруден бас тартқандықтан балаларына кетіп бара жатқанын хабарлайды, және ол өзінің өмірі үшін қорқады. Түнде Уэйд Мэггидің есік алдында тұрып, оған қарап тұрғанын байқайды. Келесі күні шериф келіп, Мэггидің әлі есінен жоғалтпағанына көз жеткізу үшін оны көруді сұрайды. Уэйд бас тартады. Содан кейін серіктесі шыдамдылығын жоғалтып, оны ұстауға тырысады. Олардың арасында соғыс басталды. Бірақ сол кезде Мэгги пайда болып, офицерлерге онымен бәрі жақсы екенін хабарлайды. Оның әлі де адам екеніне сенімді болған олар Уэйдке жақын арада қайтып келетінін, және оның шешім қабылдау уақыты келгенін айтып кетіп қалады. Содан әкесі қызын орманға апарып, анасының бақшасын көрсетеді. Ол әлі күнге дейін оған қамқорлық жасаған. Мэгги жылап оған шаршағанын айтады. Қызы өзін өлтіруді сұрайды, ал әкесі келіседі. Түнде таныс дәрігер келіп, ер адамға дәрі береді, ал Мэггиді қарумен өлтіру әлдеқайда оңайырақ екенін айтты. Осы кезде қыз інісімен, әпкесімен және достарымен қоштасады. Уэйд үйіне оралып, Мэггидің толығымен өзгергенін көреді. Ол оны тыныштандырып төсекке жатқызады. Кейін мылтықты алып, қызының фотосуреттерін қарайды. Кейінірек Мэгги оған келіп, әкесінің ұйықтап жатқанын көріп, оны сүйді. Кейін жай ғана кетіп қалды. Бәрінен шаршаған және толығымен өзгерген Мэгги үйдің төбесіне шығып төмен қарай секірді. Соңғы сәттерде анасымен бірге гүлдер арасында ойнап жүргенін еске түсіреді. Осы естеліктерді жан дүниесінде мәңгілікке сақтауға тырысады. Фильмнің соңы. Сіздермен болған Киношолу арнасы. Келесіде кездескенше.